Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз осы есепті қарастыратын боламыз. Біршама күрделілік деңгейі жоғары есептердің бірі. Ендеше кеттік бастайық. Ең алдымен анықталу болысынан бастайық. Бірінші 9 минус 2 x-тің дәрежесі үлкен нөлден 3 минус x үлкен нөлден деп аламыз. Ендеше кеттік. Так, бұны жазсақ 9 үлкен 2-нің x дәрежесінен 3 минус x үлкен нөлден. Так, ендеше кеттік. Бірінші, так, мына кезде біз логарифмнің анықтамасын пайдаланатын болсақ, яғни логарифм 2 негізінде 9 болады. Себебі 9 деген 2-нің қандай дәрежесі деген сөз ғой. Үлкен сонда x-тан. Ал мынау 3 үлкен x-тан. Так, мынаны есептесек, қарайық. 9 деген ол 8-ден үлкен. Демек, мынау жауап 3-тен үлкен деген сөз. Демек, қандай болып тұр? Мынау так, x деген қандай дейді? 3-тен, так, 3-тен кіші деп тұр, жай. 3-ке дейін бойымыз. Ал мынау 3-тен сәл үлкен, демек ол мынаяқта жатады. 3,1 деген шығар, 3,1 деп бірдеңе дей салайық. Ол 3-ке дейін деп тұр. Демек бізде ол анықталу облысы меншік шексіздіктен, яғни 3-ке дейін деп тұр. Дұрыс қой? 3 үлкен. Осы аралықтарды аламыз. Яғни біз анықталу облысы ретінде. Так, енді анықталу облысын қарап болсақ, біз есепті шешуге кірісейік. Так, логарифм 2 негізінде 9 минус 2-нің x дәрежесі дейді. Және тең, мынау 10-дық логарифм болғандықтан біз тастап кете аламыз 3 минус x деп. Енді келесі кезекте біз потенциалдау әдісін қолдану үшін, логарифмнен құтылу үшін, келесі екінші жағын біз келтіріп алу керекпіз. Ол деген қалай? Біз қалай келтіретін едік? Логарифмнің 2 негізінде 2 деп жаза аламыз, яғни ол бізде 1-ге тең. Және бұл 2-нің дәрежесіне барады, 3 минус x деп. Енді мыналарды тастап кететін болсақ, потенциалды 9 минус 2-нің x дәрежесі тең 2-нің 3 минус x дәрежесі деген жауап шығады екен бізде. Так, келесі бетке өтейік, қазір бізде көрмей қалады. Так, 9 минус 2-нің x дәрежесі тең қандай болып бізде жаңа? Так, 2-нің 3 минус x дәрежесі дейді. Так, енді келесі кезекте біз жазып алайық. 9 минус 2-нің x дәрежесі тең. Так, мынау дәреженің қасиеті бойынша қандай? 2-нің 3 дәрежесі бөлінген 2-нің x дәрежесі. Дұрыс қой? Так, біз енді бұл жерде 2-нің x дәрежесіне жаңа айнымалы t-ны кіргізейік. Так, 9 минус t тең, так, 8 бөлінген t. Енді алатын болсақ 9t, t тең еш тең емес 0-ге. 2x тең дәрежесі тең емес 0-ге. Бірақ білеміз, біз санның кез келген дәрежесі ол 0 болмайды, яғни қандайда бір дәрежесі әрдайым 1-ге тең. Демек, бұл мәнсіз, бұны жазбай қойсақ та болады. Так, келесі кезекте, так, 9t минус t квадрат, так, минус t квадрат минус 8 тең 0, t квадрат, так, минус 9t плюс 8 тең 0. Так, t1 тең 8-ге, t2 тең 1-ге бетпен. Так, сонда 2-нің x дәрежесі деген бізде 1-ге тең, яғни ол x тең 0-ге, келесі x1-міз, x2-міз бізде қарастыратын болсақ, так, 2-нің x дәрежесі 8-ге тең, x демек 3-ге тең. Бірақ біз айттық, анықталу облысында 3-тен, яғни бойылмай тұрды. Демек, бізде 3 бізде кірмейді жауапқа, тек қана 0 жауапқа кіреді. Демек, бізде жауап 0.